Абай жатыр қазақтың биік көгінде, жырлары ақиқат нұрын шашып желіне. Жүректен төгіп Құдайдың рух сөздерін, қазақтың рухын жалғаған Алланың жібіне. Ал Фараби білімнің қайнар көзі, ғылымға жол салған Құдайдың жарық жұлдызы. Қаламмен таңбалап ғылым салған әлемге, қараңғы түнді жарқыратқан асыл ғылымы. Абайдың жырлары жауһардай таралса, Ал Фараби білімімен әлемді араласа. Абайдың толық адамы деген сөз ол Алланы тану. Енді Алланың барлығын дәлелдеу деген сөз бұл Әл-Фарабидің Құдай тану құнын ашу. Алла тағала о баста жақсылықтың адамы періштесін қазақ деп жаратқан. Мен деген сөз Алла тағаланың жүзінші есімі. Мұхаммедтің үмметі деген сөз Алланың жақсылығынан үмітті жандар деген сөз. Бүгін біз Абай танушы ағамыз Табысбек ағаның үйінде отырмыз. Аға, өзіңізге сәлем. Ассалаумағалейкум аға. Сіздің ана Тоқаевқа жазған хатыңызды ютубтан көрдік. Тоқаевқа хат жазыпсыз. Абайды толық ашам, адамзатқа керек осы жақсы Құдайдың жолын танытамын депсіз. Енді біз сізді барлық сөзіңізден білеміз. Халыққа таныс адамсыз. Абайдың толық адам портретін, тағы оның қасиет жағындағы айтып кеткен адамзат, біздің адамдар түсінбей жатқан барлық жақтарын жақсы ашқан адамсыз. Оны бүтін ел мойындап отыр. Енді осы Абайдың ең маңызды бір сөзі бар, толық адам деген. Осы толық адамнан бастасаңыз, Абайдың айтқан толық адамы қалай? Өзіңіз Абайды қайдан кезде таныдыңыз? Сіздің Абайдың барлық, Әл-Фарабидің барлық құндылықтарын ашып берем дегеніңіз тегі нені көрсетеді, осы туралы ашылып айтсаңыз. Абайдың толық адамы, бисмиллахир-рахманир-рахим. Абайдың толық адамы деген сөз ол Алланы тану. Адам баласы Алланы таныған кезде толық адам болып шығады. Алланы таныған кезде. Абайдың толық адам ілімі деген осы. Иә. Дүние тіршілдегі адамның тәрбиелі иманды біліммен бастау дейді ме? Сол иманды біліммен бастау, Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алланың білген иман келтіру. Алланың білген иман келтіру деген не деген сөз? Ол Алланың барлығын дәлелдеу, Әл-Фарабидің Құдай тану құнын ашу. Яғни Алланы не деген сөз? Тану, табу. Міне Алланы тану, табу Абайдың толық адам ілімі деп осыны айтады. Алланы тану. Иә, тану, табу. Енді сөзіңіз. Тану, табу. Сосын содан бастаған өмірің адамның толық адам сияқты өмір сүру деген сөз ғой. Біз осы күнге дейін бір Аллаға сеніп келдік. Бірақ Алланың барлығын дәлелдеген жоқпыз. Сіз қалай Алланың барлығын дәлелдейміз енді? Енді Алланың барлығын дәлелдеу деген сөз бұл Әл-Фарабидің Құдай тану құнын ашу. Ал Алланың барлығын дәлелдеу бұл иман келтіру деген сөз ғой. Бұның өзі қазақтың тілінде ғана жүзеге асады. Қазақтың басқа тілде Алланы тани алмайсың. Қана. Оты қазақ тілінде Алланың сипатынан бірлік сипатын тану, мысалы қазақ тілінде Алланы тану деген сөз. Әл-Фараби бұл ғылымның ашылып Құдай тану құнын деп атаған. Қазақ тілінде. Не үшін тек қана қазақ тілінде ғана Алланы тануға, жаратушыны тануға болады, басқа ұлттарға неге тануға болмайды? Алла тағала о баста жақсылықтың адамы періштесін қазақ деп жаратқан. Соның себебінен Әл-Мисақ уәдесін Алла тағала қазақ тілінде қабылдаған. Қазақ тілінде. Бұған қырғызда жүр, адам ата қырғыз екен деп. Адам ата ғалайсалам, ол бұл жерде адам ғалайсаламды айтып тұрмын жоқ, мен саған жаңа айтып отырмын ғой, адам ата періштесін айтып тұрмын, періште деген. Әруағы. Иә, періште жоқ, періште деген періште. Бұл аруаққа жатпайды. Одан жоғары деген. Иә, одан жоғары бұл періштелер деген бар ғой. Мысалы оны ғылымда құмалақшылар нелер айтқанда бір әлгі таза энергия, жаман энергия деп айтады. Алла иманда мына дінде оны періште дейді. Жаманшылықты өзің білесің, оны жаманшылық шайтан дейді. Сонда енді қазақ тілінде мына Әл-Мисақ уәдесін қазақ тілінде қабылдаған. Жеті жарғы. Сол Әл-Мисақ жаратылысында. Сол адам ата жақсылықтың адам ата періштесін қазақ деп жаратқан Алла тағала. Соның себебінен Әл-Мисақ уәдесін қазақ тілінде қабылдаған. Сол қазақ тілінде о баста Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп барлығы иман айтқан, иман айтып мұсылмандықты қабылдаған. Әл-Мисақтан бері қазақпыз, Әл-Мисақтан бері мұсылманбыз дейтін сол. Біздің қазақ Әл-Мисақтан бері мұсылман. Мұсылмандық сол кезде басталған бізге. Мұсылмандық деген сонда қалай түсінеді? Мұсылмандық деген сөз жаңағы Алланың бір
тәңір жоқ жаратушыдан басқа. Мұхаммед оның елшісі деп қабылдайсыз ғой. Соны мұсылман дейді. Алланы тану, сол Алланың сөзіне бағыну. Мұсылман деген сөз Алланың бұйрығын орындау деген сөз. Мұсылман қауымы деген сөз. Айтқанын жасау, нұсқауын орындау деген сөз. Осы біздің жаңа Алланы тануыма дәлел бола ма еді? Ана ма? Алланы тану үшін қалай тану керек? Қалай тану керек? Дәл-дәлел мен абайдағы Алла тану. Алла тану айтайын мен саған, енді сенен сұрап отырсың. Қазіргі Мұхаммед қалайсының сөзі бар. Адам баласы Аллаға ықыласты болмай, аспанда көктің несі дейді, жұмақтың қақпасы ашылмайды дейді. Алла тағала Мұхаммед қалайсының мынандай хадисі бар. Алла тағаланың пенделерді салған сара жолын ешкім білмейді дейді. Оны көп білмейді дейді. Алла тағаланың ол бастағы уәдесіне ой жібердеген ізгі сөзі болған дейді. Алла тағала жаңа әл-мисақ уәдесін қазақ тілінде қабылдады ғой. Сонда қазақ тілінде өз сөздің ақиқатындағы заңдылықты қазақ тілінде атазаң деп бекіткен екен. Атазаң деп. Сонда қазақ тілінде танымды Алланы тану. Яғни сен Алланы қалай танисың? Енді ықыласын шын ықыласымен бекітті ма? Сол шын ықыласынан танисың. Қазақта басқа ұлтты тани алмайды ма? Қазақта кісіні дейді, кісілігінен емес дейді, оның сөзінен тану дейді. Сол сияқты Алланы сөзінен тану қазақтың маңдайына жазылған. Абай атамыз айтқан, кісіге қарап сөз алмай, сөзіне қарап кісіні алды. Сол сияқты қазақтың маңдайына басқа ұлттан жазылған жоқ. Сенің ана бұрынғы философтарында айтқан, егер Құдай бар болатын болса, оны тану мүмкін емес дейді, сөзбен жеткізу дейді. Ал ол кезде неге өйдеген? Өйдеген ол кезде Құран түскен жоқ. Анау Эпикур деген Аристотельдің замандарында, ана Сократтардың, Платондардың замандарында гректердің мысалы ол түскен жоқ. Ал Құран түспеген кезде сен оны тани алмайсың. Ол кезде олар да дұрыс айтқан. Енді Құран түскеннен кейін ол таныту қазақтың маңдайына жазылған. Жалпы Құран араб тілінде әрқандай бір мемлекет төрт түрлі құрылымнан құралады. Олар билік жүйесі, заң жүйесі, салт дәстүр жүйесі және дін жүйесі деген. Осы төртеуі, яғни төбедегі төртеуін ұстап тұратын оның қоғамдық құрылым жүйесі деген ең маңызды фактор болады. Яғни қоғамды философиялық тұрғыдан зерттеу және түсіндіру деген. Біздің заманымызда барлығын айтып келеді да, дәл осы қоғам тану деген ғылым бұл қазір бізден жоғалды. Енді осыған бір жақсылап түсініп берсеңіз. Тану, халық тану, дәстүр, билік тану, саясат тану болып кетті, қоғам тану. Енді адамзат үшін бұлардың да маңызды осы қоғам тану деген арасында керек бір тема. Енді біздің қоғам туралы сіз біздің осы не айтасың дейсің ғой, не айтасыз? Қазақ қоғамы болсын, халықаралық қоғам болсын, осыларға бір анықтама бере кетсең. Ай алла. Мынау қазір қоғам туралы айтатын болса, мынау қазір заманның өзі бөлінуі. Жер бетінде қанша түрлі қоғам бар? Қандай қоғам? Бөлінуі. Қоғамға байланысты, қоғам дұрыс жолы. Жер бетінде енді қысқаша айтсаң, жер бетінде екі қоғам бар. Біз білетін. Біреуі социалистік қоғам, Карл Маркс идеясын тыңдаған. Оған Қытай елбасшылығы жасайды. Екінші қазіргі демократияда бұрандап жүрген азаматтық қоғамдық жүйе. Оған Америка елбасшылығы жасайды. Ал енді осы қоғамның жаңағы тәрбиесі мен оның дамытуын зерттейтін болсаң, халыққа деген ешқандай жақсылығы да жоқ, келешегі де жоқ. Не үшін? Өйткені қоғамның танымы дұрыс емес, тәрбиесі дұрыс емес, оның даму заңдылығы да дұрыс емес. Адамды қоғам тәрбиелеу керек. Адам қоғам тәрбиелеу. Абайдың бір сөзі өшеді ғой, қоғам туралы. Қоғамды сен дұрыс жолға қоймай, заманға жаман күйленбек. Заманды жаман үйленбек. Сосын заманды жаман үйленбек. Сол сияқты сол қоғам жаманды жаман үйленбек дейді. Қоғам туралы айтылған. Көрдіңіз бе қоғам? Қоғамды дұрыс жолға қоймай, адам баласы ол дұрыс тәрбиеге түспейді. Алланың елшісі Мұхаммед қалайсының сөзі бар. Менің тәрбиемді Алла тағаланың өзі тәрбиелеп сондай тамаша етті деген. Сондықтан қоғамда Алланы о баста ізгілікті жаратып, жалпы адам баласының тәрбиесін соған ізгі жаратқан. Алла баласының о басындағы маңдайына жазған тағдыры сол. Ізгілікті қоғам. Яғни адамның о бастағы тәрбиесі адам ғаламға, ғалам адамға түсінбе деп айтуға болады. Ізгі жаратқан, көрдіңіз бе? Ал ізгі дегеніміз не? Ізгі дегеніміз жаңа айтып отырған қоғамның тәрбиесін, даму заңдылығын жаратушының өзінен бастау. Яғни Алла сөзінің ақиқатынан бастау. Алла тағала сол ізгілікке, биліктің ақиқатын өзі айтқан дейді. О баста күллі әлемнің өлшемі Алла сөзінің ақиқатымен өлшенген. Әлемдегі тыныштық та, дүние тіршілігінде тұрақтылық та, о баста сол өлшемге, сол заңдылыққа тұрақтайтын болған.
Көрдіңіз бе? Біздің қазақ қоғамы бұл екі қоғамнан бөлек па сонда? Сен тұрақты айтатын болсаң да әл-фараби мен абай ілімдерін игеру жаңағы осы алла сөзінің ақиқатынан тұратын әлем заңдылықтарына сай дүние тіршілігін адамның өмірін, олардың дүние танымын, олардың өмірге деген көзқарасын, олардың қоғам ағымдағы жаңағы тәрбиесін, даму заңдылығын рухани тұрғыдан түбегейлі өзгерту ғой. Көрдіңіз бе? Жалпы қазақ қоғамы деген ислам қоғамы десең қазақ қоғамы деп түсіну керек те, қазақ қоғамы десең ислам қоғамы деп түсіну керек. Алдында қазақ қоғамы екеуі бір-бірінен айырылмайды. Айырылмайды. Өйткені қазақтың тілінде танисың ғой Алланы. Көрдіңіз бе? Қазақтың тілінде танисың. Қазақтың тілінде ата заңды бекітіп, қазақты ізгілікке шақырасың қоғамда. Көрдіңіз бе? Сонда барып ислам, ислам, Құдай жолына бойсұнған қоғам сонда болады деген. Ізгілікке бастайсың. Бойсұнушы деген сөз. Исаға айтады ғой, ізгі деген Құдайдың өзі деп. Ал Абай айтады, ақиқат жол Құдай жолы дейді. Ақиқаттың өзі Құдай жолы дейді. Сондықтан мынау биылғы жыл 2025 жылғы бұл Алланың өзінің жаңағы әмірімен өзінің заманын, өзінің сөзін, өзінің патшалығын бекіту. Көрдіңіз бе? Абайдың сөзі бар ғой, ақиқат Алланың ісі деген. Абай өзі сөзінде жер бетіндегі билік әділеттік пен тұрақтылықты жоғарыдан келетін Алла сөзінің ақиқатынан күткен. 18 мың ғаламға патшалық құрған Сүлеймен патша дүниеде өтерінде өз патшаның кімге тастарын білмеген. Бұл сонда ғана мәңгілік патшалық Алланың айтуыменен, өзінің қалаған елінен, қалаған адам арқылы бекіп, өз әмірімен жерден жүзеге асатындығын білген дейді. Сүлеймен патша өлерінде Алла Тағаланың жүншесін білген деген сонан қалған. Ол білген. Сонда жаңағы мен де қазақта мен деген сөз бар ғой қазақта. Мен деген сөз Алла Тағаланың жүншесі. Мен деген. Барлық есіміне жауап беретін. 99 есіміне өзі жауап беріп отырады. Не дейді Алланың бар? Алла мен. Құдай мен. Жаратушы мен. Сөйтіп отырады. Жауап беріп отырады. 99 сипаттың артына қосып отырады. Жаратушы мен рахым қылушы. Рахым қылушы мен. Мен деп отырғанда мен деп сөйлем ол Аллаға лайық дейтін дана сөз бар қазақта. Дұрыс. Міне жүнші есімі Алланың осы жүнші. Мен деген есім. Тұрдыңыз ба? Жүнші есімі. Мен деген оны қазақ білген. Оны енді қазақ облыстарынан мұсылман келген ғой дүниеге. Сондықтан енді айтып жатады мына Құран арабқа түскенмен, бірақ оны жүзеге асыру бізге берілген. Бізге, қазаққа. Ол арабтарға берілген. Арабтар көп құлшылықтар әлі ұстап отыр құлшылықты. Ал енді құлшылықпенен жаңағы құлшылық бәрінде бар ғой. Діннің бәрінде бар. Дұрыс па? Бәрінде құлшылық бар. Зікіршілерменен, көріпкелдермен, ақсы балгерлерменен оны дәлелдей алмайсың ғой. Оны дәлелдеу жерден мына әл-фарабидің абаймен жалғастыру. Әл-фарабидің абайда. Өйткені қазақтың дүние танымы әл-фарабидің Құдай тануы ашылып тұрады. Әл-фарабидің Құдай тануымен Абай атаның толық адам ілімі адам болу ғой. Сонда барып адам болу, адамша өмір сүру. Осы екі тұрғыдан келіп қарағанда ғана қоғамды дұрыс тануға болады ғой. Жоқ, дұрыс айтасың. Енді қоғамды түсіндіру үшін қоғамды талдау керек. Құдаймен мынаның танымы мынау, қоғамның мүддесі мынау, алда қойған мақсаты мынау деп халықтың көзін ашпаса халық қайдан біледі оны? Мысалы қазір жоқ қой сенің мысалы депутаттарың бар бүйтеміз, жөндейміз, бүйтеміз деп, анау оппозицияның басындағы жер бетінде барлық діндер мен философтардың ортақ шешімі бар. Яғни Құдайды тану үшін 4 түрлі шарт керек. Ол сенім, ниет, ықылас, тілеу. Сізше бұларды қалай түсіндіруге болады? Мысалы бірінші мына сенімге кім иелік еткен? Сенімге Иса пайғамбар иелік еткен. Мұнаған тағы тоқталу керек ол үшін. Сенім бұрын нанымдар әртүрлі болды ғой. А сенім деген ол Алланың рухына сенім деген болады. Дегені болатын. Алланың шексіз рухына. Барлық істің Алланың рухына рухани байланысымен рухымен болатындығында сенімнің таза болуы. Сенімің Иса пайғамбар иелік еткен. Жаңа асман шырақтардың біреуі осы мөр бар ғой. Мұсылмандық тазалық белгісі. Ол баста аспан шырағы жұлдызбен мөрленген. Иса жолы біздегі әруақ жолы емес пе? Иса жолы, Иса пайғамбардың жолы Инжил біздің әруақ жолы емес пе қазақта? Жоқ, сен аруаққа тоқталайын. Аруақты сен оған бәріне нете берме. Оған түсіндірудің аруақ жолы болса, аруақ қайдан шығады? Қалайша аруақ болады, соған жауап беру керек. Аруақ деп нені айтты, кімдер айтты? Аруақ қалай болады? Одан кейін ол Абайдың несін өлеңінде айтылған, оны жеке айту керек. Мұнда сенімге сенім айта береміз. Жаңа жыл дейді ғой. Оның алдында әртүрлі ғой. Біреу тасқа табынады, біреу батпаққа табынып жасап алып. Көрдіңіз бе? Алланың рухына табыну деген Исадан басталады. Көрдіңіз бе? Өйткені Әлиша жаратты, мен сенді рухыммен жараттым дейді. Мен сенді рухыммен жараттым дейді. Көрдіңіз бе? Мені ұмытып кетпеңдер.
ұмытпаймыз, уәде алған сондай. Біздің жаратушымыз, мен сендерді жаратушым, сендерді тәрбиелеушімін деген Алла Тағала. Міне Алланың рухы деген. Сонда енді мына жерде Иса пайғамбар Алланы, оның тірілік шатыны Алланың рухында осылай жаратасыңдар деп көрсетіп тұрған пайғамбар ғой. Ол міне келеді ғой, міне осылай мен ұстамаңдар дейді. Ол мынадай, мынау дене қарапайым тұр. Осы жақта, мына жақтағы әлемнің бәрін сен материалистік тұрғыда зерттейсің. Топырақтың несі болсын, ол керек. Сен оны жоққа шығармайсың ол. Бірақ адамның жаратылысын сен рухани тұрғыдан тануың керек. Көрдіңіз бе? Иса соны көрсетіп тұр. Алланың рухынан жаралғандығын. Өйткені Иса атасы пайғамбар бар. Алланың рухынан шешесінің періштелердің әмірімен Алланың рухын үрлеп, Иса дүниеге отырмай. Бұл жердің рухтан жаратылдың, анаңнан өзің шықтың. Үш күнден тұрады, бұл да 3 күнде ілім. Аллаға жаратушыға сенудің ең сонда бұл сенім дәлел екен да. Рухына сен деген осы Иса жеткізіп тұр. Исаның рухы Алла дейді Құранда. Рухы Алла. Рухы дейді, рухынан жаратылған. Сондықтан Алланың рухын біздің атамыз қазақ рухани болмысын айтады ғой. Ертеде ешкі жүздің бір бай мен шал болыпты, мыс деп, сол сияқты жаратушы болыпты, мыс деп айтамыз ғой. Бұл Алланың рухани болмысын атамыз қазақ нұр деген. Түсіндің ба? Нұр. Міне Алланың бейнесі. Болды, нұр. Ал оның нұрда шек жоқ. Біреу айтыпты, мен сенің әлеміңе сыймаймын деп, адамдарға ма? Мен сенің жүрегіңе де сыямын депті. Тұңыз ба? Жүрегіне сыяды. Міне. Сонда енді мынау мөрің осы. Анау белгілеген мөр, шар, таңба мағынасында деп, мына Әл-Фараби зерттеуде Ақжан жазып кетеді. Қабан тасының мағынасы дейді, мөр, шар, таңба мағынасы. Енді мына таңба, оның қазақ тілінде бекіп осылар жүзеге асатындық шындық қой. Таңба. Таңба шындық. Таңба шындық. Тасқа да қазақ бір сөз айтқанда таяғы тасқа таңба басқандай дейді, шындыққа көшкендей. Философ, мына Ағраф сүресінің 181-ші аятында біз жаратқан адамдардан дейді, туралыққа бастайтын бір топ бар дейді. Бір топ бар. Шындық арқылы әдет атқаратын бір топ. Бұл қазақ енді байланысты айтылған. Және қазақ бір шындыққа өзі тасқа басқан. Философтар не дейді? Мына философтар айтады мысалы. Философия тарихымен барлық ғалымдардың тегеурін ойланумен, қаруланумен жол ашатын философия тарихын білу дейді. Философия тарихын білу деген сөз шындыққа көз жеткізу. Қазақта сол шындыққа көз жеткізу, жаратушыңды тану, табу, бұл абайдың толық адам ілімінен табу. Абайдың толық адам. Міне сол жерден өміріңді бастау керек, Алланың сөзін бекіткен ата заңын қабылдауың керек. Алла Тағала қаласа, ақыр заманда барлық қауымды бір үммет етеді деген осы. Үммет, Мұхаммедтің үмметі деген сөз, Алланың жақсылығынан үмітті жандар деген сөз. Түркістан, Қожа Ахмет Яссауи. Қожа Ахмет Яссауидан келіп өткен мұсылман, тілеу, Қожа Ахмет тілеуге еріп кеткен адам. Сол жерде тілеу қабыл. Тілеу пайғамбар ғой еді. Айтып отыр ғой, тілеуге еріп кеткен пайғамбар. Сол жерде тілегенде тілек бұл қысқа ұстаған дін жолымды толық қалапты ғой. Иә, арыстан бақ деген қақпа деген сөз. Сол қақпа сен тілеу арқылы ашылады.